Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен мынандай блинчик пісіремін. Рецепт өте оңай. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысқа 3 жұмыртқа және де 1 шымшым тұз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Тағы біз 3 шай қасық қант қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Елекіштен өткізіп дайындап қойған ұнымызды салып бастаймыз. Бірінші жарты бөлігін саламыз да жылы сүт құямыз. Одан кейінгі жарты бөлігін толықтай саламыз. Мұнда миксер қолдансаңыздар да болады. Артынан ыстық қайнаған 1 стакан су құямыз. Және де 3 шай қасық су майы құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің блинчикке деген қамырымыз дайын. Масса мынандай болып шығуы тиіс. Табаны майлап, табаға блинчигіміздің қамырын құямыз. Блинчик мінекей мынандай болып шықты. Әдемі, қып-қызыл және де айналасы қытырлақ болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді блинчик. Баршаңызға ас болсын.